Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақша тару YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға, яғни су құйғыш жұлдыз белгісіне туылған жандардың қараша айына арналған жорамалын ұсынамын. Қараша айында сіздерден не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Төменде видеоның астында WhatsApp нөмір көрсетілген, және де 2025 жылдық жорамалын көргісі келетін жандар белсенді болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алдағы уақытта керемет активность танытып жатсаңыздар, түсіретін боламын. Ал енді бастайық. Бес карта шығарылды. Енді осы бойынша талқылайтын боламыз. Бірінші карта. Су құйғыш жұлдыз белгісіне жандар, сіздер айдың басында бір мәселе бойынша тығырыққа тірелетін боласыздар. Әрине көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болмай, не істеріңізді білмей, сондай бір жағдайда болуыңыз мүмкін. Бұл енді сіздің артқа қарай қайтар жол жоқ екенін көрсетеді. Себебі бұл карта жалпы сіз ешқандай уже мәселені өзгерте алмайсыз. Болатын нәрсе болды. Сіз өзіңізді мысалға басқаша көрсетуіңіз керек пе еді, немесе басқаша әрекет жасауыңыз керек пе деп ойланып, өзіңізді іште жей бергеннен ештеңе болмайды. Сондықтан да уайымдай бермеңіз. Себебі ол уайымдағаныңыз, көңіл күйіңіздің түскені барлығы сізге кері әсерін тигізетін болады. Және тек қана өзіңіз үшін өмір сүруге тырысыңыз. Ешкім үшін емес, немесе біреуге бір нәрсені дәлелдеу үшін емес, ол просто өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Жалпы бір жолда, бір нәрсенің жолында, бір адамның жолында өзіңізді құрбан етудің қажеті жоқ, уайымдаудың қажеті жоқ. Бір нәрсе уайым болады себепсізде, ол мүмкін ақшаға байланысты, ол мүмкін қарым-қатынасқа байланысты, ол тағы да бір мәселелерге байланысты уайым болуы мүмкін. Бірақ болу керек нәрсе ол болады. Сіз оны қаласаңыз да, қаламасаңыз да ол болады. Сіз қателік жасадыңыз ба? Жасадыңыз. Все. Кім қателік жасамай жатыр? Өмірде кім қателеспейді? Тек қана ең басты сол қателікті өзіңіздің түсінуіңіз, және алдағы уақытта ол қателікті қайтадан жасамауыңыз. Негізі кейбір адамдар болады, бір қателікті екінші рет қайталайтын сондай бір ақымақ адамдар бар. Ол сіздер емес, жалпы деп жатқанда. Сондай өмір болғаннан адам қателеседі, солай адам дамиды. Бір тығырыққа тірелген сияқты, уже арғарта жол жоқ сияқты сізде сезім болуы мүмкін. Уайымдау, біреулердің сөздері сізге ауыр тиюі мүмкін, және де сыртыңызда әңгіме айту. Өзге адамдар әңгіме айтады, интрига, сізді жаманатты қылып көрсеткісі келуі мүмкін, непонятный бір жағдайлар орын алуы мүмкін, бір-бірлеріңізді түсінбеулеріңіз, өсек, біреулерде тіпті сот мәселесі бар, ажырасу деген сияқты. Алаяқтардан сақ болыңыз, және ұры-қарылардан, жаңағыдай мошенниктерден сақ болғаныңыз дұрыс. Бір ісіңізде шығынға түсіп қалуыңыз мүмкін, немесе ойламаған жерден шығыс болуы мүмкін. Ақша жағынан, материалдық шығыстар болуы мүмкін. Немесе біреуге бір нәрсені компенсация жасайсыз. Сондықтан да көлік айдағанда мұқият болыңыз. Себебі көлік апаты болып, мысалға сізде зардап шекпесеңіз де, ущерб болып, сіз кінәлі болып, сонымен өтем беруіңіз мүмкін, компенсация. Денсаулығыңызға мән беріңіз, көзіңізге, басыңызға, қан айналым жүйесіне, кез келген қан айналым және ас қорыту жүйесіне мән бергеніңіз дұрыс. Себебі сол жақтардан мәселе, проблема болуы мүмкін. Давлениеңіз түсіп кетіп деген сияқты. Сосын
обстоятельства, жағдай өзінен өзі өзгеруі мүмкін сізде белгілі бір мәселелерге байланысты. Бұл айдың басында болатын нәрсе, яғни айдың алғашқы 10 күндігінде вообще ештеңені бастамаған дұрыс, үлкен крупный мәселелерді бастамаған дұрыс. Бір нәрсені сатып алуға болмайды, бір нәрсені сатуға болмайды, көшуге болмайды, иә, мынау карта бойынша. Операцияда жасатпағаныңыз дұрыс. Ал енді екінші 10 күндігінде, вот айдың екінші 10 күндігі более нормальный, более жақсы, более қалыпты, более жұмыстың жүре бастағанын көрсетеді. Яғни жұмысыңыз жүре бастап жатыр, жаймендеп жақсы болып жатыр. Қателіктер жасасаңыз да қателіктеріңізді жөндеп жатсыз деген сияқты жағдайлар орын алады. Негізінде жалпы бұл карта іскерліктің картасы, яғни жұмыстың картасы, махаббаттың картасы, жақсылықтардың картасы, яғни марапаттың картасы. Көптен күткен кездесулер, тұрақтылық, нақтылық, сенімділік, марапатқа ие болу, демалу, жеткен жетістігіңізбен мақтану, белсенді еңбек әрекетінде боласыз, тіпті белсенді демалыс әрекетінде боласыз, біреулер демалысқа шығады енді, или болмаса біреулер өзінің жұмысы өзіне рахат сыйлап, сондай бір керемет сезімде жүреді. Босаңсу, жақсы жаңалықтарды күтіңіз, жақсы хабар сізге келуі мүмкін. Отбасыңызбен бірге боласыз ба? Ойбай. Негізі карта вообще, по идее, сізді вообще эмоцияңызды контролировать ете алмай отырсыз. Сіз прям андай не істеріңізді білмей ашудың негізінде, жалпы білесіз ба, былай ғой, кейбір, мен енді айттым ба, айтпадым ба білмеймін, кейбір жұлдыз белгілерінде, мысалы карта ашқанда менде қандай сезім, қандай ощущение болады, сол нәрсе адамдарға, значит, сондай болуы мүмкін. Сіз сол нәрсені мен өзімнен өткіземін, через себя, түсінесіз ба? Сондықтан менде мысалы қандай эмоция болып тұр, примерно сізде де сондай эмоция болуы мүмкін. Яғни сіздің эмоцияңыз, мына жердегі эмоцияңыз менің бойымда осы тұрғанда тұр. Түсінесіз ба? Сезім. Яғни эмоцияңызды контролировать ете алмай қалуыңыз мүмкін. Вообще мына карта адамның энергиясын тасуы, прям энергияңыз тасып жатыр, соны қаяққа шығарарыңызды білмейсіз. Содан кейбір мәселе қателіктеріңізді соның кесірінен жасайсыз, өйткені сізде прям мощный энергия, и сол энергияны бір жерге жұмсау керек. А сіз жұмсап жатқан нәрселер ол уже қателік болып кетіп жатыр, да? Түсінесіз ба? Керек емес адамдармен кездесу, керек емес істі жасау, керек емес жұмысқа тұру, керек емес жұмысты істеу, немесе керек емес әрекеттерге бару. Басқа жаққа көшіп кету деген сияқты, или болмаса ұнатпайтын адамыңызбен бірге болу, немесе ұнататын адамыңызға ештеңеге қарамастан бару, бірақ ол дұрыс емес. Мысалы, сіз бармауыңыз керек ол адамға, ол адамның басы бос емес, сіздің де басыңыз бос емес, но сіз не істеп жатсыз, сол адаммен қатты ынтызар кездескіңіз келеді, потому что сізде сексуальный энергетика прям мощный, өте мощный болып тұр. Сондықтан сондай әрекеттер жасауыңыз мүмкін. Сіз ашумен, сондай бір ашумен, немесе прям андай өте прям белсенділік, көзіңіз көрмей қалатындай дүниенің энергияда сіз әрекеттер жасауыңыз мүмкін айдың аяғына қарай. Ойланбай әрекеттер жасау, мысалға үй сатып алу асығыс, машина сатып алу, немесе белгілі бір дүниелерді сатып алу, немесе біреуге ерегісіп әрекеттер жасау, ерегісіп, қырсығып бір нәрсені істеу, және кейін соны жасауғаныңызға өкініп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан ондай жасамаңыз. Ондай жасамаңыз. Немесе біреуді блокқа жіберу, немесе жұмыстан шығып кету, немесе тағы сондай сияқты энергиямен, яғни прям вспыльчивостьтің кесірінен сондай әрекеттер жасайсыз, және ол әрекеттер сізге жақсы әсерін бермейді. Сосын тәуелділік, ақшаға тәуелділік, жағдайға тәуелділік, есірткіге тәуелділік, ішімдікке тәуелділік, шылымға тәуелділік, құмар ойынға тәуелділігіңіз прям мықты энергияңызбен бірге тасып тұрады. Егер сондай бір нелеріңіз болатын болса, сондай жаман қасиеттеріңіз бұрын болған болса, сондай нәрсе артады. Немесе бывшиймен кездесу дегенде болуы мүмкін. Уже ол дұрыс емес. Егер кездесу болатын болса да, или әйелі бар адаммен кездесу. Енді мына карта вообще білдіреді, бұл ер адамды білдіреді. Яғни сізде бір қиындықтар болса,
сол мәселені шешуге сіздің бір таныс ер адамыңыз көмектесе алады. Ол мүмкін әкеңіз, ол мүмкін атаңыз, ол мүмкін бастығыңыз, ол мүмкін ағаңыз, иә. Сол адам көмектеседі сізге, және немесе сіз сол адамның рөлінде, мына адамның рөлінде сіз біреуге көмектесе аласыз. Вообще бұл карта білдіреді әкені, атаны, күйеуіңізді білдіреді, иә. Глава, яғни отбасының басшысы. Сол адамның арқасында сіз бір мәселені шешесіз. Или бұл карта білдіреді бір билікке қол жеткізу, иә. Мысалға сіз бір жобаның басшысы болып тағайындайсыз, немесе белгілі бір дүниеде басшылыққа тағайындаласыз, немесе үйде жауапкершілікті артып, сізге үйдегі үлкендер басқа жаққа кетіп, сізге қалған кішкентай адамдарды, кішкентай бала шағаны тапсырып кетеді, иә, немесе бір шаруаны тапсырып кетеді. Яғни сіз бір билікті аласыз, соған қарай сіздің күшіңіз де арта бастайды. Бұл айдың аяғына қарай. Немесе сіз бір қызметке тұрып, жаңа қызметте уже қатты прям бәрін басқарам, бәрін контролировать етем, бәрін басам деп осындай энергияңыз артуы мүмкін. Әрине ол дұрыс емес. Сосын дамуды да білдіреді бұл карта. Енді мына карта денсаулығыңыздың жақсы болуын білдіреді, және ұлды болу мүмкіндігіңіз бар, немесе ұл көтеру. Немесе осы уақытта көтерген балаңыз ұл болуы мүмкін. Өте жақсы, барлығына үлгересіз негізі. Барлығына. Ой, картаңыз керемет, уайымдамаңыз. Бірақ сізде прям мощный ай болады, энергетика прям мықты болады. Бірде резко күліп жүресіз, бірде резко настроениеңіз түсіп кетеді, яғни құбылмалы тұрақсыз көңіл күй болады, құбылмалы ауа райы сияқты. Неге олай айтамын? Себебі бір карта, екі карта тығырықты білдіреді, белгілі бір қиындықты білдіреді, мәселеңіз толықтай шешіліп тұрған жоқ, бірақ үміт бар. Мынау вообще үміт, жанған үміт, өзіңіздің бақытыңыз жолығасыз, күніңіз жақсы болатын болады, уақытыңыз, алдағы уақытта мүмкіндік бар, немесе сізге үміт сыйлайды, немесе мүмкіндіктер пайда болады сіздің мәселеңізді шешуде, иә. Яғни мүмкіндік, ол мүмкін бір адам сізге өзінің көмегін ұсынады, сол мүмкіндік болып келеді сізге, немесе ақшалай подарка береді, немесе ақшалай спонсор болады, иә. Өйткені мынау қараңғы түнектегі адамның жарықты көруін білдіреді. Сондықтан да сізде жол сілтейтін адам пайда болады, немесе жол пайда болады, жақсы жолдар, жақсы мүмкіндіктер, жақсы ұсыныстар түседі, жақсы жұмыс шығады немесе. Сондықтан сол мәселені, мүмкіндікті пайдаланып алғаныңыз жөн. Барлығы сол кезде жақсы болады. Міне осылай сіздердің карталарыңыз. Жалпы денсаулығыңызда да құбылмалылық болады, тұрақсыздықтар болуы мүмкін. Қарым-қатынаста да, денсаулықта да, жұмыста да бірде прям мощный күшті болып кетеді, бірде вообще түсіп кетеді, сондай сияқты, бірде көтеріліп кетеді, бірде түсіп кетеді, яғни тұрақты ай болмайды. Бұл ай сізді как карусель сияқты сілтейді. Түсіндіңіз ба? Соның барлығына тек қана дайын болып, эмоционально өзіңізді дұрыс жағына көрсете алсаңыз, дұрыс жағына ұстай алсаңыз болғаны. Ең бастысы сол. Қалған ол жаймен де контроль ете аласыз. Мәселені, жағдайды өзіңіздің контроліңізге алсаңыз болғаны, өзіңіздің басшылығыңызға, иә. Міне сондай. Міне осындай карталар, және де сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Ай прям сілтейді сізді, дайын болыңыз, эмоционально дайын болыңыз, барлығы сол кезде жақсы болады. Келесі кездескенше сау болыңыз.